Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге нәрестенің тісін қай кезден бастап тазалауға болады деген сұраққа жауап бермекшімін. Яғни бұл көп ата-аналарды ойландыратын сұрақ. Жалпы нәрестенің тісін алғашқы тісі пайда болғаннан бастап тазалап жууға болады. Кейбір балаларда алғашқы тісі 3-4 айында пайда болса, ал кейбіреуінде 6-7 айында шығады. Міне сол кезден бастап тісті тазалауға болады. 1 жасқа дейінгі балаларға анасының көмегімен анасы арнайы саусаққа киілетін силикон арқылы баяу қарқынмен баланың тісін күніне 1-2 рет тазалауға болады. 1 жасқа дейінгі балаларға тіс пастасын қолданбаймыз. Ал 1 жастан асқан балаларға арнайы жұмсақ щетка, яғни басы кішкентай, ал ұстайтын жері үлкендеу щетка қолданамыз. Яғни баланың ұстауына ыңғайлы болу үшін 1 жастан асқан балаларға құрамында фтор жоқ, жұтуға болатын паста құрамында түйіршіктері жоқ, бояғыш заттары жоқ, парабендер жоғын таңдаймыз. Яғни артында жасыл сызық барын қадағалап таңдаймыз. Тіс щеткасын 2-3 айда ауыстырып отырыңыз. Тісті күнделікті бір уақытта күніне 2 рет тазалап, баланы соған дағдыландырыңыз. Осылай тісті ерте тазалау арқылы баланы тіс гигиенасын сақтауға үйретеміз және де тіс ауруларының осылай алдын ала аламыз. Егер видео пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.